Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 6 сыныптың 58-ші бетіндегі School Life тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп кет, себебі каналда 10 мың подписчик және 100 лайк жиналған кезде мен өзімнің кім екенімді айтамын, мүмкін сенің апайың шығармын. Сонымен бұл тақырыпта бізде School Life, мектептегі өмір деген тақырып екен. Бірінші тапсырмаға келейік. Бірінші тапсырмада саған айтады: What do you know about Bilim Innovationalism? How are they differences to other schools? Яғни сен не білесің білім инновациялық лицей туралы, яғни BIL бар ғой, және де ол басқа мектептерден қандай айырмашылығы бар дейді. Жалпы мен мына жерге толық мәлімет бердім, сен бәрін айтпай ақ қойсаң да болады. Bilim Innovation Lyceums, previously called Kazakh Turkish Lyceum, are run by the International Social Fund Bilim Orda and must follow the standards of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. Яғни білім инновациялық лицейі, алдыңғыда оны біз Қазақ түрік лицейі деп айтатын болғанбыз. Ол бізде Білім Орда, яғни халықаралық мәдени фондынан, және де ол Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің стандарттарына сай жасалған мектеп, лицей. The first lyceum were founded in 1992 and there are about 30 lyceums all around the Kazakhstan. In most lyceums, boys and girls are taught separately. Яғни бұл бізде ең бірінші лицей 1992 жылы қаланған, және де қазіргі таңда 30-дан астам лицей бар. Қазақстанда 30-ға жуық лицей бар Қазақстан бойынша, және де көптеген лицейлерде ұлдар және қыздар бөлек оқытылады. Most peoples are winners and the prize winners of the International Intellectual Olympiads. Яғни көптеген оқушылар бұл жақта халықаралық интеллектуалды олимпиадалардың жеңіскерлері, жеңушілері. There are 20 different Olympiads competitions for different subjects such as math, physics, biology, chemistry, information technology and ICT. Бұл жақта бізде бар 20 түрлі олимпиадалық жарыстар, әртүрлі сабақтарға, мысалға математика, физика, биология, химия, және де информатика, технология деген сияқты. And only the most talented students can take the part. Яғни тек қана талантты студенттер ғана бұл жаққа қатыса алады дейді. Өзіңе қалаған бөлімді абзацты алсан болады. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада саған айтады: Read about BBIT school дейді. Match the question 1 to 8 with paragraphs 1 to 7. There is one extra question. The listed in check дейді. Мына текстті оқып, параграфтармен сәйкестендір дейді. A бізде 4-ші параграф, B бізде 1-ші параграф, C бізде 5-ші параграф, D ондай қолданылмайды, E бізде 7-ші параграф, F бізде 2-ші параграф, G бізде 6-ші параграф, H және 3-ші параграф. Қаласыңдар, мына лицей туралы сендерге аударма жасап қойғам, оқып берейін. Бірден қазақшасын оқиын, сендерге ыңғайлы болу үшін. Менің есімім, my name is Бейбіт, менің есімім Бейбіт, мен білім инновациялық лицейінде оқимын, ол 2007 жылы ашылған, сондықтан ғимараттары заманауи. Мектепте 2 ғимарат бар, бірі 1-ші және 6-ші сынып оқушыларына, ал екіншісі 7-ші және 11-ші сыныптарға арналған. Мен 6-ші сыныптармен, сондықтан бұл менің 6-ші сыныптам, сондықтан бұл менің осы ғимараттағы соңғы жылым. 2 ғимараттағы барлық сыныптарда интерактивті тақталар бар, және де компьютер сыныбында заманауи құрал жабдықтар бар. Біз көптеген тілдерді оқи аламыз. Сабақтар қазақ тілінде және ағылшын тілдерінде өтеді. Сонымен қатар біз орыс және түрік тілдерін үйренеміз. Мен Қытай мандарин тілін оқимын, сондықтан сенбі күні де мектепке келемін. Бұл маған қиын емес, себебі сабақтар маған ұнайды. Сенбі күнгі сабақтар таңдау пәндері, негізгі сабақтар дүйсенбіден жұмаға дейін өтеді, бірақ көп оқушылар қосымша іспен айналысуды таңдайды. Біз өзімізді дамытқанды жақсы көреміз. Мектепте көптеген іс-шаралар бар, спорттық мүмкіндіктері де өте көп. Мысалы бассейн, спорт және би залдары бар. Біз сабақтан кейінгі спорт үйірмелеріне де сабақ барысында да қатыса аламыз. Мен үйірмелерге аптасына 2 рет барамын. Сейсенбі күні карате үйірмеге үйренемін. Өткен 91-ші қоңыр белбеуін алдым. Ал бейсенбі күндері домбыра тартуды үйренемін. Сонымен қатар гитарада да ойнай аламын. Сондықтан маған оңай әрі қызық. Мен мектепке ерте барамын, таңғы 8-де келемін. Асханада да таңғы асымды ішемін. Түскі аста сол жерде. Ол үлкен, жарық бөлме. Біз мектепте күніге 3 рет тамақтана аламыз және тамақ әрдайым ыстық әрі пайдалы.
Маған шұжықтар қатты ұнайды. Бұл кітапхана. Кейде түскі астан кейін сол жерге барамын. Онда көптеген кітаптар бар. Мен жаңа авторларды ашқанды немесе ақпарат іздегенді жақсы көремін. Я, маған мектебім ұнайды, себебі ол өте достық орта. Мұнда мен көп достарым бар. Біз сабақтан кейін бір-біріміздің үйімізге жиі барып, үй тапсырмаларын бірге орындаймыз дейді. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада read the text again and answer the question, яғни текстті оқып, сұрақтарға жауап бер дейді. Бастадық. How many buildings are there at Bibit's school? Қанша ғимарат бар Бейбіттің мектебінде? 2 buildings, 2 ғимарат. What days a week of does he go to school? Аптасына қанша рет ол мектепке барады? Monday to Saturday, яғни дүйсенбіден сенбіге дейін. How many languages does he mention? Ол қанша тілдерді айтты? 5. Қазақ, English, Russian, Turkish, Mandarin. Қазақ, ағылшын, орыс, түрік және қытай тілін. 4. How many time does he arrive at school? Ол қаншада мектепке келеді? He arrives at 8 a.m. Ол таңғы 8-де келеді. How many times a week does he do karate? Ол каратеге аптасына қанша рет барады? He does karate once a week. Ол каратеге барады аптасына 1 рет. Where does he sometimes go after lunch? Түскі астан кейін ол қайда барады? To the library. Кітапханаға барады. Енді 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада саған айтады find the words in the text and that way the words 1 to 6 дейді. Яғни мына сөздермен сәйкестендіретін сөздерді тап дейді. Міне мен жазып қойдым. 4-те up to date equipment, sport facilities, main lessons, dance halls, after school clubs және де bright room. 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада мына сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Бірінші сұрақ. What do you think is good or bad about Bibit school? Бейбіттің мектебінде не жақсы және жаман? I think Bibit school is very good because it's modern and has many facilities. Мен ойлаймын, Бейбіттің мектебі жақсы, өйткені ол жаңашыл, современный және де көп үйірмелері бар. 2. What do you like about your school? Сенің мектебінде саған не ұнайды? I like my school because the teachers are kind, the lessons are interesting. Маған мектебім ұнайды, себебі мұғалімдер мейірімді және де сабақтар қызықты. 3. What extra activities can you do? Қосымша қандай іс-әрекеттер жасайсыңдар, яғни развлечениелер бар сенің мектебінде. I can play football, basketball and go to the English club. Мен бара аламын. Мен футбол ойнаймын, баскетбол ойнаймын және ағылшын үйірмесіне барамын. 4. What do you do at break time at school? Мектептегі үзіліс уақытында не істейсің? At break time I can talk my friends and eat snacks. Демалыс уақытында мен достарыммен сөйлесемін және де тіске басарлар жеймін. 5. What differences are there between Bibit's school and your day? Бейбіттің күнделікті күн тәртібіменен сенің мектептегі күн тәртібіңнің айырмашылығы қандай? Bibit goes to school at 8 a.m. but I go to at 8:30. He has clubs twice a week but I have clubs once a week. Бейбіт мектепке барады 8:00-де, бірақ мен 8:30-да барамын. He has clubs at twice a week. Ол үйірмелерге барады аптасына 2 рет, бірақ менде үйірме бар аптасына 1 рет дейді. Балалар, жалпы сабақ ұнаса каналға тіркел, комментарийге рахмет деп жаз, себебі сенің лайкың, сенің комментарийің маған қажет. Goodbye.